Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Айгүл қосылайық жобасына қысқаша шолу жасап өтемін. Бүгінгі тікелей эфирде, бүгінгі эфир Нұрдәулетке үміткердің келуімен басталды. Нұрдәулетке Ұлболсын есімді үміткер келді, 45 жаста. Үміткердің жасы бәрімізді таңғалдырды. Бірақ соған қарамастан таныстық жалғасты. Келесі кезекте аяқ астынан Досбол есімді қатысушы жобамен қоштасты. Өзінің денсаулығына байланысты өте жақсы қатысушы, халықтың көзқарасы бойынша жақсы, өзінің орны бар қатысушы. Денсаулығын қайта қалпына келтіргеннен кейін жобаға қайтып оралатын шығар. Келесі кезекте Сейфулланы жобаға шақырды. Жоқ. Содан соң Сейфулла жобаға келді. Данияр мен Шерхан ортаға шығып, Сейфулладан кешірім сұрады. Сейфуллаға шапан жапты. Данияр өзінің айтқан сөздері үшін Сейфулланың анасынан, халықтан кешірім сұрап жатыр. Әрине кешірім сұрағаны дұрыс, бірақ сөйлер алдында, істер алдында аздап ойланған дұрыс деп есептеймін. Сейфулла сонымен жобамен қоштасты. Жігіттер өздерінің құрметін осылай білдірді. Жаңа қатысушы Тимурға үміткер келді. Есімі Гүлсім, 21 жаста, өзімен бірге тағдырлас. Және де жобада көтерілген бір тақырып, ол Тимурдың көзіне жасалған кішігірім операциясы. Оған қатысушылардың пікірлері екі жаққа бөлінді. Біреулері қолдайды, біреулері қолдамайды. Бірақ менің ойымша, әр адамның өмірі өзінің қолында. Егер оған өзінің өміріне сүруге кедергісін жасап жатса, неге жасамасқа? Ең бастысы түзу жолда жүріп, артық қылық істемесе болды деп ойлаймын. Және де бүгінгі эфирдағы бәрімізді таңғалдырған жаңа қатысушы, ол ержігіт Ханзада. Ержігіт жобаға қайтадан қайтып келді. Жаңа қатысушы ретінде көптеген қатысушылар тағы да екіге бөлінді. Бір жағы қолдайды, бір жағы неге қайтадан қайтып келдің деп жатыр. Ержігіттің айтуы бойынша, ол осы жобада үйленем дейді. Егер жүрегін жаулап алатын қыз кездессе, ойындағы қыз кездессе, бірден үйленіп кетуге дайынмын деп айтып жатыр. Бірақ халықтың пікірі бойынша ержігіттің жобада отырған дұрыс емес деп жатыр. Көбісі кетсін деп жатыр, бірақ қалсын деп жатқандар да бар. Менің өзім ойымша, егер де шынымен де жұбын тапса, үйленіп кетсе, ол өте дұрыс. Жобаға келгеннен кейін үйленіп, белгілі бір өзінің алдына қойған мақсатын орындап шыққан дұрыс деп есептеймін. Сол себептен осы жобадан қалмай үйленіп кетсін деген ойдамын. Серік пен Бұлбұлдың ара қатынасы реттеліп келе жатыр. Бұлбұл да, Серік те өздерінің бұрынғы ара қатынастарын жақсы жағына жақсартуға тырысып жатыр. Серік айтады, жақында той болуы да мүмкін. Серік алдағы тойға деген қадамдар болады деген бір Серік пен Бұлбұлдың ара қатынастары өте жақсы жағына жақса келе жатыр. Серік тойға белгілі бір қадамдар жасалып жатыр деген жаңалықтарын айтты.
Енді тек қана алдыдан сырға салу және үлкен тойды күтеміз.